Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге керемет бір фильм жайлы әңгімелесетін боламыз. Бұл музыка мен қызғаныш, данышпандық пен трагедия тоғысқан шедевр Амадей фильмі. Егер сіз классикалық музыкаға, ұлы композиторларға немесе адамның ішкі жан күйзелістеріне қызықсаңыз, бұл видео дәл сізге арналады. Ендеше бастайық. 1820 жылдары Антонио Салерия өзін өзі өлтірмек болғаннан кейін жындыханаға түседі. Жас дін қызметкері келіп, оны күнәларынан арылуға итермелейді. Сонда Салерия оған өз өмірінің хикаясын айтып береді. 7 жылдан кейін Моцарттың қамқоршысы Зальцбург архиепископы құрметіне ұйымдастырылған қабылдауда Салерия оның дарынына тәнті болды. Бірақ Моцарт дөрекі, даурығып күлетін, ойсыз адам болып шықты. Діндар католик Салерия мұндай қасиетті дарынның дәл осындай адамға берілгенін түсіне алмайды. Құдайға ренжиді. Ол Құдайды мазақ еткенде керемет музыканы Салерия емес, Моцарт арқылы жазып жатқанын сезіп, Құдайдан безіп, Моцартты жою арқылы кек алуға серт береді. Салери өзін Моцарттың досы әрі қолдаушысы ретінде көрсетіп, оның беделін түсіру үшін қолдан келген бәрін жасайды. Сарайдағы атағына кері әсер етеді, бірақ оның музыкасы бұрынғыдай керемет болып қала береді. Моцарттың әкесі Венаға келіп, оның некесімен жүріс-тұрысына көңіл толмайтынын білдіреді. Көп ұзамай әкесі Зальцбургте қайтыс болады. Салерия Моцартты алдап, әкесінің әруағы өзіне реквием жазуға бұйырғанын сендіреді. Оның ойы партитура иемденіп, Моцартты өлтіріп, реквиемді оның жерлеуінің өз атымен орындауы еді. Сол уақытта Моцарттың досы Эммануэль Шиканедер халыққа арналған опера жазуды ұсынады. Моцарт келіседі. Сиқырлы флейта операсын жазады. Опера үлкен табысқа жетеді, бірақ қойылым кезінде Моцарт әлсіреп, есінен танып қалады. Салерия оны үйіне алып барып, реквиемді аяқтауға көндіреді. Өзі оның айтқанын жазып отырады. Үзіліс кезінде Моцарт Салерияға алғысын білдіріп, оны шын дос ретінде мойындайды. Салерия болса Моцартты білетін ең ұлы композитор деп таниды. Келесі күні Констанция қайтып келіп, Салерийді қуып шығады және аяқталмаған реквиемді құлыптап тастайды. Ол күйеуінің жансыз денесін көшіріп қайғыға батады. Моцартты тек бірнеше жақын адам ғана жерлейді, ал сүйегі жалпы қабірге көмілген. Жас дін қызметкерлері Салерийдің мойындауынан есеңгіреп қалды. Қартайған композитор Құдайдың Моцартты өлтіру арқылы оның музыкасын ұрлатпағанына иронимия шүкір етеді. Сосын ол жас дін қызметкері мен әлемдегі барлық орташа адамдар үшін дұға ететінін айтады. Күтуші Салерийді жындыхана ішіне қарай алып кетіп бара жатқан Салерия, мен сендерді кешіремін, сендердің бәріңді кешіремін деп жынды адамдарға айқайлайды. Осы кезде алыстан Моцарттың сықақ күлкісі естіледі. Міне осындай қайғылы әрі әсерлі тағдырлар тоғысқан Амадей фильмі. Егер достар сіздерге дәл осы фильм ұнаса, комментарийде сіздің бұл фильм жайлы ойыңызды немесе қай композитор сізге жақын екенін жазып қалдырыңыз. Келесі видеода тағы да қызықты видеолар бірге талқылайтын боламыз. Олай болса достар, келесі кездескенше сау болыңыздар.